1960 жылы Ленинград ғалымдары мен бірінші топ Мәскеу металлогенисі Сәтпаевтың идеясын әйгілі неміс ғалымы Шнейдер хеннен алынған деп есептейді. Олай болса, Шнейдер хені металлогениялық кезең жалғыз деген схемасы өмірден емес, ойдан шығарылған. Ал екінші эндогендік кен түзу процестері туралы тұжырымы жаралу уақыты жөнінен дәлелденбей жаңсақ пікір екені туралы айтылады. Бұл айтыстың нәтижесі 1960 жылы Киевте өткен металлогениялық кеңесте анықталған. Сол 60 жылдары Сәтпаев бақ жұлдызы көтерілгенге қарамастан жұмысын жалғастырған. 1942 жылы Сәтпаев Қарағанды өндіріс торабын сумен жабдықтау мәселесін шешуге кіріседі. Үкімет комиссиясының жобалары бұны шеше алмады. Уақыт келе халық саны өсіп, өндіріс жерлері көбейіп, сұраныс артады. Қоры мол екібастұзда да су мәселесі жөнге қалдырмады. Жер асты суларының беретін мөлшері тым аз, ал ертіске баратын су құбыры өте қымбат. Бұл мәселені шешуге мамандар 2 жол ұсынған. Жер асты суларын пайдалану, не ертістен жарма қазу. Екі ұсыныста көптеген мәжіліс, ғылыми конференциялардың талқысына түседі. Қаныш Имантайұлы бұл мәселені Академияның 1958 жылы Қарағандыда шақырылмақ көшпелі сессиясында қарауға ұсынады. Ол жарма қазуды жөн көрсе, Мәскеудегі Водоканал проект институты жерасты суларын пайдалануға кеңес береді. Жарма қазу қарсы мамандар біршама дәлел келтіреді. 1959 жылдың 26 маусымы күні академик Сәтпаевтың төрелік етумен шақырылған Геологиялық ғылыми институттың ғылыми кеңесінің төтенше мәжілісі осы мәселені талқылауға арналды. Оған республиканың су, энергетика, гидрогеология мекемелерінің жетекші ғалымдары, білгіл мамандары түгел қатысқан. Ертіс Қарағанды жармасының құрылысын бастауға әзірлік қызу жүруде. Бұған қарсы екендігін мәлімдеді. Олардың кереғар ойын қызу жақтаған пікірлер өз ішімізден де шығып отыр. Осының бәрі жарма тағдырын таяу арада шешуге кереғар әсер етуі мүмкін. Сол себепті біз бүгін өзара талқылап, аса маңызды шаруа хақында нақты пікірге келгеніміз жөн. Қарағанды өндіріс торабының 1965 жылы суға тілгерлігі секундына 25 текше метр болатынын ұмытпаңыздар. Соңғы жылдарда менің қатысуыммен Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, Көкшетау облыстарының тың көтерген аудандарында 100 ұңғыма бұрғыланды. Солардың тек біреуінде Ақтөбе облысында ғана жергілікті қажетті өтейтін жерасты сулары табылды, қалғандарының бергені мардымсыз. Қарағанды сияқты алып өндірісті ертістен тартылатын жарма ғана өтей алады. Ахмет Сафиннің басты қатесі жер асты суы тараған аймақты ітеңіздер дегені. Ғылыми күмәнді атау ертіс Қарағанды жармасын салу керек. Сонымен бірге жер астындағы суды тиімді пайдалану жолдарында тыңғылықты зерттеу қажет. Ахмет Сафиннің жер астындағы теңіздер термині ешбір сын көтермейді. Жер астындағы су терминін оп-оңай берекесіз айтыспен шұғылдануға да тыйым салу керек. Ертіс Қарағанды жармасының құрылысы ешқандай күдіксіз басталуға тиіс. Бұл болса Қарағанды мен Екібастұз ғана емес, Жолшыбайғы, Бозшакөл, Бөрлі, Қожаншат және өзге де өндіріс ошақтарын игеруге жол ашады. Әлбетте, Қарағанды өндіріс торабына секундына 25 текше метр су керек болса, жер асты сулары мұндай көлемді ешқашанда бере алмайды. Сол себептен жарма тартудың қажеттігі айқын. Бұл айтыс нақты шешімге келмейді. Сәтпаев өзінің ойын басшы айқын түсіндіреді. Дәлелдердің негізі ол Қазақстанның құрғақ табиғатында. Артезиан суларын пайдаланғанмен, ол сулар қалпына қайта келе алмайды. Яғни біз өз болашағымызды елемей тұрғанмен бірдей. Жеріміздің байлығын құртпай, сақтау, табиғатымызды аялау негізгі борышымыз. Ең соңында Сәтпаев жарма қазу жобасы тиімдірек деген шешімге келеді. Қазақ КСР президенті кеңесінің мұрағатында 1959 жылғы 11 шілдеде Қаныш Имантайұлы Сәтпаев қол қойған КСРО министрлер кеңесінің бірінші орынбасары және жоспарлау комитетінің сол кездегі төрағасы Алексей Николаевич Косыгинге жолданған ресми хаттың көшірмесі сақталған. Орталық Қазақстанның бүгінге дейін барланған, мәлім болған хисапсыз мол қазба байлығы және оның отанымыздың шикізат қорын арттырудағы сүбелі үлесі күмәнсіз айқындалған. Сәтпаев кездесуде, қысқасы, бұл өлкеге бір кезде темір жол тарту қаншалықты қажет болса, Алексей Николаевич, көгілдір жолсыз, яғни кең арналы жарма арқылы мол су жеткізбей ештеңе бітіре алмаймыз. Жер асты суын тарту уақытша тірлік депті.
Сонда Алексей Николаевич, Қаныш Имантаевич, мені өз ойыңызға бекем сендірдіңіз деп, Ертіс Қарағанды канал жобасын әзірлеуге кіріседі. Ақырында Сәтбаевтың зор беделі, ғалымның басқаларынан гөрі келешекке кемел көзбен қарағаны жеңіп, жобаға сол кісі ұсынған схема негіз болды. Ақыры осы канал салынып, жоба сәтті аяқталды. Бұл қорытындылай келе, осы каналдың қазіргі жағдайы туралы айта кетсек, өзі көре алмай кетсе де Қаныш Имантайұлының арқа жонына ертістің мол суын жеткізіп, шөліркеген елі мен жеріне жаңа келбет беріп, жан бітіріп, жаңа тірлік бастау турасындағы көкейкесті арманы түгелдей дерлік жүзеге асты дейміз.